Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. 2025 жылғы тестке дайындық педагогика бөлімі. Негізгі пәндер бойынша дайындық материалдары қажет болса, төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтіңіз. Бірінші сұрақ. Мерсер зерттеуіне сәйкес қатысушылар өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдайтын әңгіме түрі. Дұрыс жауабы кумулятивтік. Екінші сұрақ. Мерсердің зерттеуіне сәйкес кумулятивтік әңгіменің сипаттамасы. Дұрыс жауабы қатысушылар өзгелер ұсынған кез келген идеяны төзімділікпен тыңдайды. Үшінші сұрақ. Нәтижесі қайта өндіруге болатын, есте сақталған көлемді ақпарат болып табылатын оқу түрі. Дұрыс жауабы білім алу есте сақтау ретінде. Төртінші сұрақ. Оқу нәтижелерін оқушының жеке тұлғалық аспектісі ретінде қарайтын тұжырымдама. Дұрыс жауабы алынған білімнің өмірмен байланысын ұғыну. Алынған білімнің өмірмен байланысын ұғыну оқу нәтижелерін оқушының жеке тұлғалық аспектісі ретінде қарайтын тұжырымдама. Бесінші сұрақ. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтау үшін ең тиімдісі. Дұрыс жауабы өзгелерді оқыту. Өзгелерді оқыту оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтау үшін ең тиімдісі. Алтыншы сұрақ. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі. Дұрыс жауабы оқу нәтижелерін бағалауды меңгеру. Оқу нәтижелерін бағалауды меңгеру оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлардың бірі. Жетінші сұрақ. Оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлары. Дұрыс жауабы балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі, оқу нәтижелігін бағалау, нені оқу керектігін түсіну. Балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі, оқу нәтижелігін бағалау, нені оқу керектігін түсіну, оқу үдерісінің тиімділігін айқындаушы негізгі факторлары болып табылады. Сегізінші сұрақ. Оқуда және проблемаларды шешуде балама шешімдерді көріп, қабылдай алатын ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді өлшем. Дұрыс жауабы икемділік. Икемділік оқуда және проблемаларды шешуде балама шешімдерді көріп, қабылдай алатын ең үздік оқушыны анықтайтын сенімді өлшем. Тоғызыншы сұрақ. Оқудағы кедергілерді анықтау үшін өзіндік түзетуден кейін тестілеуді қайталап өткізудегі бағалау мақсаты. Дұрыс жауабы оқудағы қиындықтарды анықтау. Оқудағы қиындықтарды анықтау, оқудағы кедергілерді анықтау үшін өзіндік түзетуден кейін тестілеуді қайталап өткізудегі бағалау мақсаты болып табылады. 10-шы сұрақ. Оқушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен. Дұрыс жауабы өнімділік тапшылығы. Өнімділік тапшылығы оқушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен болады. Осымен педагогика бөлімі аяқталды. Арнама тіркеліп қойыңыз, лайк басыңыз, комментарий бөліміне өзіңіздің ұсынысыңызды жазыңыз.